Саламатсыздар, құрметті ұстаздар. Бүгін бізде кезекті сабақ ол кеңейтілген шынайылық деген тақырыпта. Яғни 3D үлгілерді біз шынайы бейне ретінде көре аламыз. Ол үшін бізде мынау Goerins деген платформа бар. Оны біз осылай Google-ға жазамыз. Бізде осылай бірінші сілтеме шығады. Бұл айта кететін жайт, бір Google аккаунтпен сіздерге 14 күн тегін қолдануға береді. Және бұл тағы да бір артықшылығы, ішіндегі материалдар толығымен қазақша нұсқасы бар. Яғни сіздерге өте ыңғайлы барлығын жасап қойған. Менде мына жақта осылай 14 күндік сынақ мерзім береді. Кейін мына жақта тілді қазақ тіліне аудардым. Неге сіздерде ағылшынша тұруы мүмкін. Сіздер осылай тілді қазақ тіліне аударасыздар. Кейін оң жақ, сол жақ үстіңгі бөлікте сіздерде осылай кітапхана тұрады. Ішінде кез келген өзіңізге қажетті материалдарды осы жерден таба аласыздар. Мен енді сіздердің таныстыру мақсатына геология кірдім. Бірінші модельді таңдай салдым. Ең қараңыздар, мына жақта бізде ол 3D үлгідегі зат. Мысалы, былайда компьютермен көрсетсеңіздер болады. Мына жақта барлық процесстерді мысалы жақындатып, бұрап, яғни мышкамен өзіңіз осылай несіз барлығын көрсете аласыз. Мына жақта барлық процесстерді мысалы жерасты сулар десеңіз, жерасты сулар қалай жалпы, мысалы, тағы да мына жақта не бар? Там жел, мысалы, қалай болып жатыр, мысалы, қандай бағытпен кетіп жатыр деген сияқты. Осындай күшті зат бар. Енді бұл ең басты артықшылық емес. Бұны біз оқушыларға бөлісе аламыз. Мына жақта бөліс деген батырма бар. Бұны біз мынау QR-код арқылы оқушылар бұл QR-кодты сканировать етеді. Кейін оларды тура сіздің олай көрсетіп отқандарыңыз тура сол зат соларда шығады. Бірақ тағы да бір күшті зат, оны біз андай камерамен партаның үстінде немесе кез келген неге қоя алады, поверхность дейді. Сол затқа қояды. Мысалы, қазір менде мына жақта камерамен қосылады. Қазір кішкене алды. Получается, мен бұны көз алдымда осылай барлығын бұрып етіп көре аламын. Оқушылар мына камераны ауыстыру деп, олар камераны басқа жаққа қойып ауыстыра алады осы заттардың бәрін. И әрбір процессті осылай жақыннан бүйтіп көре алады. Мысалы, көп заттарды. И оқушыларға осы процесс ұнайды. Қалай ол, мына жақта не бар деген сияқты. Сіздер әрбір процессті осылай жақындатып, өздеріне беріп, бөлісіп көрсете аласыздар. Мысалы, мына булану процесінің қалай болып жатыр, конденсация процесс қалай болып жатыр. Мына бүйтіп, макеттерін бүйтіп жақындатып көрсете аласыздар. Бұның артықшылығы осы толықтырылған шындық деген батырма арқылы олар өздерінің телефондарында немесе камераларында осылай көре алады. Бұл сіздің сабақтарыңызды өте қызықты өтуге тағы да бір таптырмас құрал деп ойлаймын. Мысалы, басқа бір макеттер көрсетейін тағы да. Мысалы, биологтарға, физиктер, химиктерге өте күшті. Мысалы, адамның биологиясы десек, мына жақта барлық қажетті модельдер бар деп ойлаймын. Биология мұғалімдері бұл платформаны қатты ұнататын шығар деп ойлаймын. Қазір мысалы қаңқаға ДНК бар. Адам қаңқасы, мына жақта 3D моделі бар еді.
мына бас сүйегі ғана екен. Так, мына жақта лимфа жүйесі, қан айналымы, мына жақта барлық. Мен оны өтіп кеттім ғой деймін. Мына жақта бөлек те бар, бірге де бар. Мына жақта. Так, мына адам қаңқасы. Қазір мына платформа ашсын. Мына қараңыздар. Мына жақта әрбір астыңғы жақ дейді. Былай көрсете болады. Так, төс. Так, сегіз көз мысалы, құйымшақ. Так, жамбас. Мысалы, егер маған осылай биология үйреткенде мен, может, осы қай сүйек қандай екен, может, мен әзірге дейін білетін едім. Біз оның бәрін әшейін суретпен көргенбіз, оның бәрі әрине есте қалмайды, бірақ оқушыларға біз осылай өздеріне осылай әрбір модельдерді осылай көрсетіп үйретсек, әрине бірінші бөлісу батырмаса оқушыларға бұны QR-кодпен жіберсек болады. Немесе мына жақта бөлісу батырмасында мына сілтемесін WhatsApp-қа жіберсек болады. Оларда тура осы модель шығады. Кейін аралар толықтырылған шындық режимінде барлығын көре алады. Өздерінің телефондарын бүйтіп жағына қарайтып, камера ауыстырысты, мысалы олар камерасын ауыстырады, и осы модельді жан жақтан қарай алады. Бұл өте ашық сабақ болсын, не болсын, өте күшті құрал. Сіздерге осы құралмен жұмыс істеп, сәл не істесеңіздер, жатқызсаңыздар, бұл өте қарапайым заттар мына жақта. Тағы да айтатын жайт, бұл 14 күн береді. Егер ақша төлегіліңіз келмесе, басқа бір Google аккаунт ашасыздар, и қайтадан 14 күн сіздерге тегін беріледі. Сіздермен болған Конус Академия.